Бүгін ауыз ашарға кешкіге ажуа құрмасын алдым. Мына жігітке айтып жатыр, мына күйіп кеткен бес бәт сен көзінше нені салып жатыр, апа кассиверден салып беремін деп. Сосын қасында мынандай не тұр екен, андай чай тұр екен да. Мен осындай чайларды вообще күшті көремін, бар ғой. Қара чай ішкеннен гөрі осындай андай листовой чай бар ғой, ішіне фрукты салатын. Сондай чай алдым. Мынаның дейтін килограммы 5500 теңге. Маған осы чай бірталайға жетеді, осының өзі 500 теңгеге шықты. Мынау маған примерно 7-8 рет қайнатып ішуге барады. Ішінде андай кепкен нелер бар, гүлдердің, кепкен жапырақтың сондай нелер бар, құрамдар бар. Одан кейін осылай ажуа құрмасын алдым. Ажуа құрмасы, білесіздер, өте қасиетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Меккеде өзі қолымен еккен ажуа құрмасы. Обычно құрбаны жеп жүрміз ғой, андай дүкендердегі бір пачкасы коробкада тұратын бар, андай весовой құрма бар. Сосын бір мезгіл осы ажуаны көптен алған жоқпын ғой деп, осы ажуадан да алдым. Тоже 1000 теңге салдыртып алдым. Бірталай келді ішінде. Маған таңертең кешке ауыз ашарға бір 3-4 күнге жетеді бұйырса. Соны осы шайымды ажуа құрмамен кешке ауыз ашатын боламын. Одан кейін қыздар не алды дейсіңдер ғой мен. Мына чайға бар ғой, ыссыз суға бұқтырамын ғой. Содан кейін барып, оның үстіне андай не бар емес па? Замороженный фруктылар бар ғой, ягода. Сондайлар саламын үстіне. Можно клубнику замороженную, можно облепиху деген сияқты ғой. Содан кейін бардым да, неге бардым, короче, супермаркетке бардым, сол үшін арнайы осылай чайға қосады бір не алайын деп. Мен замороженный ягода неше түрі бар, малина керек па, в общем дейтін бар ғой, клубника керек па, смородина керек па, неше түрі бар. Осылардан да сосын грамдап алып морозкаға салып тастадым. Кешке ауыз ашқанда бұйырса осылай манағы чайдың үстіне осылардан салып жіберемін. Сонда вкус бар ғой, нереально болады қыздар. Вообще суперский болады бұйырса. Сонымен кешке тамаққа таңғиып тойып алғаннан кейін осындай фруктовый чаймен шөлімді басатын боламын қыздар. Сіздерге советую, сіздерге де сүтпен чай ішпеуге, желательно қара чай или болмаса осындай фруктовый чай ішіп жүріңіздер. Әрі пайдалы, әрі андай ақ чайдан гөрі, қара чайдан гөрі кішкене более андай не болады да, ішкенге өте дұрыс болады.